Қайырлы таң. Есіңізде ме, сіз маған көмектесемін деп айттыңыз ғой. Не істеу керек? Жүріңіз, бәрін айтып беремін. Болыңыз. Майра, ақшаны берші. Ақшаны аласың. Майыстырасың. Содан кейін сол саусақтан бастап жылдам санайсың. Түсіндің бе? Түсіндім. Ұста. Бастаймыз. Сахна 5, кадр 2, дубль 1. Айсұлу қайсар келді. Не істейін? Қалай? Ол сен көріп қойсашы? Ай, уайымдамаңыз. Серік, жүрші, бір-екі ауыз әңгіме бар. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Сен ақмақсың ба? Жоқ әлде ақмақтың рөліндегі актерсың ба? Мен сізге бәрін түсіндіріп берейін. Ол қызды да түсінуге болады. Айсұлу әкесіне көмек бергісі келеді. Солай ма? Иә, ол кісі сал болып қалыпты. Сен мені түсінбеген сияқтысың. Мен Айсұлуды жек көрем деген соң, сені жұмысқа алдым. Байқаймын, енді екеулерің дос сияқтысыңдар. Оны да білдік. Маған не істе дейсің? Түсінікті. Мен қайтадан вокзалда түнейтін болам. Жолың болсын. Мен 2 күн жұмыс жасадым, соның ақшасын беріңіз. Сен өзің кетесің бе? Жоқ әлде саған кетуге көмектесетін жігіттерді шақырайын ба? Айсұлу, мұнда не болып жатыр? Серік қайда кетті? Мен оны жұмыстан шығардым. Қалай? Оны жұмысқа қайтару керек. Мен сені түсінбеймін. Кеше ғана оны жұмыстан шығар дедің, шығардым. Енді қазір қайтып ал дейсің. Мен не, күлкі етпекшісің ба? Қайсар аға, сіз оған мені дүкенге кіргізбе деп айттыңыз ба? Оны кім айтып жүр? Серіктің өзі? Мен оған бөтен адамдарды мүлдем кіргізбеңдер дедім. Бірақ сені кіргізбе деп айтқан жоқпын. Сонда да оны жұмыстан шығаруға болмайды. Серік, тоқтаңызшы. Кешіріңіз мені. Олай болады деп мен ойлаған жоқ. Жарайды, болар болды бояу сіңді. Енді қайда барасыз? Маған сен деп сөйлей бер. Жарайды, қайда барасыз? Алдымен маған жұмыс істеу керек. Жарайды, сау бол. Тұра тұр. Мұнда сен қанша алып жүрдің? 40 мың. 40 мың. Сонда күніне 1,5 теңге ғой, ә? Иә, солай сияқты. Менің көмекшім боласың ба? Мен саған 1,5 төлеп тұрам. Қайтесің? Қажет жоқ. Сен маған көмектесің. Енді мен саған көмектескім келеді. Келістік пе? Келіңіз сіз мұнда.
Бірақ сіз а? Сіз Майра, бұл не сұмдық? Мына сайқымаз аттарың кім? Бұл Айсұлудың идеясы ғой. Өзі сондай ақылды қыз. Мына кісі оператор. Ал мына тұрған адамдар сатып алушының рөлін ойнайтын актерлар. Ал қазір бастаймыз. 5-ші сатына кассадағы кептеліс. Дайындаламыз. Қайсар аға, менің жұлдызды сәтім келді. Қалай? Әдем болып тұрмын ба? Актрисаға ұқсайын ба? Сен кәдімгі кассирге ұқсайсың. Дайынбыз ғой. Артық адамдар кадрда не істеп жүрмей түсінбедім. Мен бе артық адам? Дайынбыз ғой. Айсұлу! Берік, мен саған 2 мәрте қайталап айтпаймын. Серік. Қайсар аға, ол менің көмекшім. Мен оны жалдадым. Сенің оған төлейтін ақшаң бар ма? Бар аздап. Өзің біл, сен бар қыдырып қайтшы. Айсұлу, бөлмеге барып сөйлесейік. Жарайды. Ал Айсұлу, осы жолы не ойлап таптың? Мен әкемді алдаймын. Төкенің жақсы жұмыс істеп тұрған туралы фильм түсіреміз. Сол фильмді әкеме көрсетемін. Содан кейін әкемнің денсаулығы жақсы болып кетеді. Сен әкеңе қатты ұқсайсың. Ол жақсы әрине. Бірақ кей кезде жақын адамдардың пікіріне құлақ асқаның дұрыс. Мен саған айттым ғой, менімен ақылдас деп. Ой, Қайсар аға, ол жай фильмі ғой. Жарайды, әкең болмашы фильмді көрсін. Бірақ кейін ол қаржылық есепті сұрағанда тізілген нөлдерді көрсетуге батылың жете ме? Сондықтан скрипкашылар байқауына қатысып, алтын медаль алып келгенің әлде қайда әсерлі болар еді. Қайсар аға, ол музыканы жақсы көрмейді. Ол өз бизнесін жақсы көреді. Мен оған нөлдерді көрсетпеймін. Тек фильмді. Бірақ сол фильмнен кейін көресіз. Оның денсаулығы жақсы болып кетеді. Мен оған сенемін. Оның денсаулығының жақсы болған мен де қалаймын. Әрине кедергі болмаймын. Қайсар аға, сіз әкеме көмектесемін деп айтып едіңіз ғой. Иә, айтқаным рас. Маған мына фильмді түсіру үшін ақша керек. Мен саған қаржылық қиындықтары туралы айттым ғой. Енді не істейін? Бірдеңесі болар. Айсұлу, кешір. Мен қазір. Иә, мен осындамын. Айсұлу, сені жоғалтып алдық қой. Біздің демеушіміз осы кісі ме? Сонымен дүкенді ашқансың ба? Жоқ, бұның бәрі жай спектакль. Айсұлу қармаққа алынды. Енді ол өзінің скрипкасын ары қарай егеу үшін кетеді жақында. Түсінбедім. Қалай? Ол әкесін қуантып, өзінше бір фильм түсірмекші. Бірақ оған төлейтін ақшасы жоқ. Менен ақша сұраған кезде, мен оған өз шартымды қоямын. Қайсар. Сен оған ақша бересің. Неге? Қайсар, енді өзің ойлашы. Сен бұдан кейін қайтып Қайсар аға боласың.
Енді өзіңнің бір шығармашылық шабытыңа бір сәл еркіндік бер. Сен әкесінің жақын досы, жанашыр ағасы ретінде қаржылық қиындықтарға қарамастан соның бәрін төлейсің. Сосын қыз ауруханаға шығады. Сол кезде сен де іске кірісесің. Түсінбедім. Ана жаққа барып сөйлесейік. Біреу байқап қояр. Сахна 3, кадр 1, дубль 1. Қазір барлықтарыңыз бір-бірден алдыға шығасыздар. Біреуіңіз оңға, біреуіңіз солға. Дайынбыз ғой? Камера. Сахна 3, кадр 1, дубль 1. Бастаймыз. Тоқтат, түсірілді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ал енді азық түліктеріңізді кері қарай қайтарыңыздар. Айсұлу, техникалық жабдықтар бар, массовканың ақшасы бар. Бізге есептесу керек. Қанша беру керек? Менде смета бар міне. $4000. Менде қазір ондай ақша жоқ. Әзілің әдемі. Айсұлу, бұл мәселені мен өзім шешем. Рахмет, Қайсар аға. Бұл бейне көрініс тоқтасынды орнынан тұрғызатын шығар. Біз оны сағындық. Сіз тоқтасынның серіктесі емеспісіз? Иә? Мынау түсірілімге сіздің пікіріңіз жетіспей тұр. Жұмыстың қалай жақсы жүріп жатқан жайында өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, қалай? Жоқ, мен айта алмаймын. Қайсар аға, өтінемін, айтыңызшы. Уақытыңызды көп алмаймыз. Жарайды, 5 минут. Серік, тез оператор шақыр. Иә. Серік, Ау, бұл жерде күзет қызметі қалай? Жақсы ма? болады жалпы. Бұлай болмайды. Жап-жақсы скрипка қараусыз қалған. Ой, сол кімге керек дейсіз? Серік, Сіздің көлігіңіз қандай? жақсы, өзіме ұнайды. Сізге көлік жүргізуші керек емес пе? Қуын қара. Сен телефонды жазып қалдыр, мен керек болсаң өзім іздеп тауып аламын. Қаламсап бересіз бе? О, Айсұлу, сәлем. Сәлем. Бізді қуантуға келдің ғой деймін. Иә. Не, бар ақша. Тамаша. Ал, жақсы. Хабарласамыз. Алғашқы жобамыз құтты болсын. Әлі де талай бірге жұмыс істейміз деп үміттенемін. Менде ерте енді қашан дайын болады? Ертең фильм дайын болады. Сонша күту керек па? Керісінше ол тез. Ту, шыдамым жетпей тұр.
күтіп отыра берсең уақыт өтпейді ғой. Әкеңе барып қайт. Жоқ. Әкем уайымдап тұрғанын біліп қояды. Достарға барып қайт онда. Уақыт тез өтеді. Жақсы. Жарайды. Серік, хабарласамыз. Жақсы. Біз бір-бірімізді түсіндік деп ойлаймын. Әрине, түсіндік. Өткен жолғы жағдай қайталанбасын. Мен қолдан келгенше тырысам, бірақ бір аспирант үшін жауап бере алмаймын. Кім ол? Абай. Сәлем, Майра. Сәлем. Ал. Құттықтайым. Камераның алдында өзіңді керемет ұстайсың. Маған қатты ұнады. Ой, кәдімгідей кассадағы отыру ғой. Әлде саған мен отырысым ұнады ма? Жоқ, оны дегенім. Маған сенің ақша санағаның ұнады. Майра, айтпақшы. Мен сен киноға шақырайын деп едім. Бүгінгі. Анау «Шал» деген жаңа фильм шықты ғой. Соған 2 билет алғам. Барайық та. Жоқ, Сабыр, мен бармайым. Мен ол фильмді көріп қойғам. Немене? Қалай көресің ол? Оның тұсаукесері бүгін. Шақырғанына рахмет. Бірақ қандай жағдайда да бүгін кешкісін ешқайда бара алмаймын. Неге? Ағамның кішкентай баласымен отыруым керек. Осы тақалып қалады ғой саған. Әлде сол кішкентай балаға билет алайық. Барайықшы енді, Майра, өтінем. Сабыр, әуре болмай қойшы. Оны бір әнші шығармашылық кешіне шақырған. Иә, ондай мүмкіндік өмірде бір-ақ рет болады. Сондықтан да мен барлық жұмыстарымды кейінге қалдыруға дайынмын. Сабыр, киноға барасың ба? Қаласаң, мен сенімен барайын. Абай! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Отыр, жеткізіп салайын. Рахмет. Қажет жоқ. Қайда тұрасың? Айнабұқта? О, стол екен. Қатынау қиындау шығар. Енді шыдауға болады. Өткен жолы сені маған мақтаған. Кім? Ауруханада. Абай, сендей мықты мамандар біздің елге өте қажет. Мен әлі оқып жүрмін. Аспирантпын. Енді бір жылым қалды. Өзің төлейсің ба? Мені? Оқуыңды айтамын да. Оқу ма? Жоқ, мен грантта оқимын. Грант ол мемлекет беретін кредит емес пе? Иә. Кредиттің әңгімесі өте көп. Іштен етпейді, бір жөні болар. Абай, мен саған алғыс айтқым келіп тұр. Не үшін? Сен менің досым туралы жазып жүрсің ғой. Оның рұқсатынсыз. Ол білет. Ол келісім берген маған. Мүмкін солай да шығар. Көп жаздың ба? Енді онша көп емес. Мен көбіне уақытымды тоқтасынаға қарайлаумен өткізіп жүрмін ғой. Бұл диссертация
менің өзіме де қызық. Сондықтан мен саған тау жақтан зәулім үйді жалға алып қойдым. Тоңазытқыш толып тұр, ішінде компьютер де бар. Ал сенің бар мақсатың демалыс алып, бар жұмысты сол жақта аяқтауың керек. Оқуыңды өзім төлеймін. Неге? Жаңа айттым ғой, сен менің досым туралы жазғаның үшін. Рахмет, қажет емес. Біріншіден, мен Тоқтасын ағаны қалдырып кете алмаймын. Ал екіншіден, сіз дәрігер мамандығының мәнін, оның мақсатын түсінбейтін сияқтысыз. Біз үшін ақша маңызды емес. Әрине, ақша керек. Бірақ бірінші орында ар мен адамдардың денсаулығы. Абай, сен маған ондай әңгіме айтпай ақ қойшы. Жарайды, жақсы сау болыңыз. Мен де кезінде сен сияқты болғам. Өмірде барлық нәрсе ақшамен өлшенетін әлі талай түсінерсің. Жастар не болып барады? Оңайлықпен ешнәрсе түсінбейді. Ой, бүгінгі күнді ұмытпаймын. Иә. Болды ма? Мен боспын ба? Тоқта. Мынау саған. Рахмет. Жарайды. Оқасы жоқ. Жақсы, сау бол. Енді қайда барасың? Вокзалға ма? Солай шығар. Қаласаң Қайсар ағаның бөлмесіне барсайшы. Бәрібір ол жақта ешкім жоқ қой. Мен де ешкімге айтпаймын. Рахмет саған, Айсұлу. Сен маған көмектестің. Мен де саған көмектесем. Жақсы, рахмет. Мен кеттім. Серік, сен жұмыс іздей бер. Менің ақшам таусылайын. Айсұлу, тамақтанып қайтсақ қалай қарайсың? Қарсы емеспін. Шынымды айтсам, мен әкемнің бизнесін ұнатпаймын. Дүкенді де жек көремін. Не үшін? Ұзақ әңгіме. Ал сенің әкең дені сау кезінде көлікті өзі жүргізетін бе? Әлде көлік жүргізушісі бар ма? Мен Еуропада тұрдым ғой, білмеймін. Европа? Вау, ол жақта қалай екен? Жақсы, бірақ мұнда жақсы. Мен де әлем шарлағым келеді. Шарлайсың әлі. Болдық па? Тұрайық. Сен тұра бер, мен қазір төлеп шығайын. Ой, кешіріңіз. Сіз де мені кешіріңіз. Ақырында біз бұрын кездескен жоқпыз ба? Мен де сізді бір жерде көрген сияқтымын. Ендеше отырып еске алайық. Мен шақырамын. Мен жалғыз емеспін. Анау сіздің досыңыз ба? Менің жігітім. Сау болыңыз. Есіме түсті. Сен Тоқтасынның қыз емес. Скрипкашы қыз. Мен қатты тойып кеттім. Енді маған ұйықтау қиындау ғой. Ал мен бүгін тез ұйықтап қаламын-ау деймін. Шаршап кеттім. Иә. Кеш өте қызықты. Рахмет.
Оқашы. Қайырлы күн. Ертеңге дейін. Сәлеметсіз бе? Сонымен маған не ұсынасыз? Кешіріңіз, не дейсіз? Бастығыңыздың көлігі қандай? Мен негізі джиптар жақсы көрем. Бірақ седан немесе лимузин болса, бола береді. Жүргізе берем. Біздің бастық джиппен жүреді. Тамаша. Бірақ бұл жұмыс орны бос емес. Сізге есік алдын сыпырушы қызметін ұсынбақпыз. Иә. Жүк тасушы демегеніңізге шүкір. Мен хабарландыру бойынша келіп тұрмын. Менде түйіндеме жоқ. Бірақ маған қатты жұмыс қажет. Қандай жұмыс болса да. Есік алдын сыпырушы ма, әлде жүк тасушы ма? Мен жасай беремін. Міне, мына жерде сіздерге қара жұмысшылар керек деп жазылыпты. Кеш қалдыңыз, орын жоқ. Солай ма? Олай болса, дәнекершіге көмекші керек деп жазылыпты. Сіз дәнекерлеу білесіз бе? Жоқ, тез үйреніп алам. Ендеше үйреніп болған соң келіңіз. Айсұлу. Сәлем, байқамай қалыппын. Түнімен ұйықтамағансың ғой деймін. Көзім ысып тұр ма? Мінекей. Фильмді көрдіңіз ба? Қалай шығыпты? Көрдім, өте тамаша. Әкеңе көрсет. Әрине. Міне Айсұлу, екеумізде қазір ортақ тақырып бар. Демек ортақ әңгіме бар. Мен сенің телефон номеріңді білемін. Демек, анда-санда хабарласып тұруға болатын шығар. Бәлкім арасында кездесіп те қалармыз. Қалай қарайсың? Болады. Абай, мен емханаға бара жатырмын. Серік, бүгін жұмыс жоқ. Демалыңыз. Жарайды, онда мен бар жұмыс іздейін. Сіз келесіз ба? Жарайды, күтемін. Әне, анау жігіт. Көзге қарап жүрсейші, мені жолдасың амане. Не фильм? Дұрыс болған екен. Досың қайда? Білмеймін. Қазір келу керек. Келсе келіп қалар. Кетіп пе? Иә.
Сен жүре бер. Мен кейінірек барам. Кетай. Сәлем. Менің сыйлығым бар. Бұл не? Оны маған неге көрсетіп жатырсың? Тұра тұр. Иә. Бұл менің дүкенім ғой. Мынау мұнда неғып жүр? Бұл кім өзі? Әке, ол сенің әріптесің. Дәл солай. Қайсар. Мен соның кесірінен осы жерде жатырмын. Ол сатқын. Ол дүкенді меншіктеп алмақ болды. Айсұлу, оған сенбе. Ол жаман адам. Қайсар аға маған көп көмектесіп жүр. Ол кісі болмағанда мен не істер едім? Жоқ, сенбе оған. Не? Осындай фильм. Айсұлу, қалай? Оған ұнады ма? Солай деп сенемін. Мен сені білем. Есіме түстің. Біз тезірек шығуымыз керек. Қазір дәрігер келіп, әкеңді бір қарап шығам дейді. Қазір. Ей Алла, қызымды мына қатыгезден қорғай көр. Мен әлі тұрам. Саған әлі көрсетем. Денсаулығы қалай? Айсұлу, жақсы жаңалық айта алмаймын сізге. Не болды? Қатты таңғалып, әсерленген болу керек. Жағдайы аяқ астынан нашарлап кетті. Қазір палатаға кірсем болады ма? Айсұлу, болмайды. Оған қазір тыныштық керек. Енді қанша уақыт керек? Кем дегенде 1 ай. 1 ай? Иә. Сіз түсініңізші. Біз оның денсаулығына ерекше мән береміз. Көп уайымдамаңыз. Бәрі де жақсы болады. Мен кетуім керек. Сау болыңыз. Армандап жүрміз бе? Салақ. Жақында бәрі бітеді. Мен Айсұлуды әкесінен алыстаттым. Енді оны жұбатып, арқасынан қағып, ұшаққа мінгізіп жіберу керек. Қайсар, оны мен өзім ойным олар.
Майса, біз жасы 30-дан асқан, ақшаға әбден құныққан, есепшіл осы түріміз бе, жап-жас нәзік қыздан жеңіліп қала жаздар да? Түсінбедім. Мен саған әлі айтқан жоқпын. Мен оны кеше кафеден кездестіріп қалдым. Ол сені танып қойған жоқ па? Жоқ. Ерте ме кеш пе бәрібір біліп қояды ғой. Оған дейін мен өз дегеніме жетем. Иә, не істемек ойың бар?